Жеке тұлғалар жіберетін барлық тіркелетін пошта жөнелтілімі пошта туралы Қазақстан Республикасының заңының 39 бабы 2 тармағына сәйкес ашық күйінде қабылданады. Ал заңды тұлғалардың хат-хабарлары бұрынғыша ашық және жабық күйінде қабылданады. Белгілі болғандай, бұдан былай барлық тапсырыс хат, бандероль және құндылығы жарияланған хат, сондай-ақ сәлемдемені пошта байланысы бөлімшесіне ашық күйінде әкеледі. Бұл ретте пошта операторы пошта жөнелтімдерін қабылдағанда жөнелтушіні сәйкестендіру және оның деректерін тіркеуі керек. Сонымен қатар, жөнелтуге тыйым салынған заттардың мазмұны үшін сәлемдемелерді тексерудің мүмкін болмауына байланысты бұл қызмет тек пошта бөлімшелерінде жүргізілмек. Второй год этим пользуются клиенты. Екінші жылға айналып барады. Біздің тұтынушылар өздеріне жіберілген сәлемдемелерді тек пошта бөлімшелерінен ғана емес, ірі сауда орындарындағы біздің бөлімшелерден ала алады. Бұл әрине олар үшін ыңғайлы, себебі олар кешкі 11-ге дейін жұмыс жасайды. Бұл қызмет ең алдымен кешкі 6-ға дейін жұмыс жасайтын азаматтар үшін қолайлы. Теміртау почта байланыс орталығы алғашқы рет 1973 жылы құрылған. Биылғы жылдың 28 шілдесінде өзінің 25 жылдық мерейтойын атап өтті. На сегодня Бүгінде Қазпошта тұтынушылары үшін 250-ден астам қызмет түрін ұсыналады. Мысалы, біздің қаладағы барлық бөлімшелер заманға сай жұмыс жасайды. Келушілер үшін барлық жағдай қарастырылған. Бүгінде 4 банкпен бірлесе жұмыс жасап отырмыз. Кез келген тұтынушы келіп, Қазпошта бөлімшелерінен кредит ала алады. Сондай-ақ біздің бөлімшелерден темір жол билеттерін сатып алу мүмкіндігі де қарастырылған. Қазіргі таңда Теміртау қаласында 5 ірі пошта бөлімшесінен бөлек қосымша 4 пошта бөлімшесі жұмыс жасайды. Олар қаламыздағы ірі сауда орындары, экспресс, одежда, қалалық орталық сауда орталықтары және орталық коммуникациялар орталығы сияқты орындарда орналасқан. посылки и мелкие пакеты, которые Шағын сәлемдемелерді тұтынушылар кезекке тұрмай-ақ пошта бөлімшелерінде орналасқан сейфтерден ала алады. Оларға алдын ала телефон нөмірлеріне SMS хабарлама жіберілген. Ол жерде барлығы толық жазулы болады. Сонымен қатар пошта операторы 2018 жылдың басында Қазпошта қызметтерін үшінші тұлғалар арқылы көрсету үшін франчайзинг моделін енгізу жобасын бастаған болатын. Жобаның басты мақсаты халқымызды қолжетімді жерден пошта қызметтерімен қамту. Қазір пошта қызметтерін шағын және орта бизнес арқылы көрсету серіктестік бағдарламасы Қазақстанның барлық жерінде жұмыс істейді. Компания жеке бизнеспен айналысатын жергілікті кәсіпкерлермен ынтымақтастық арқылы өз жеңілісін кеңейтуде. по восточной части сейчас планируется открытие. Қаланың шығыс бөлігінде төлем қабылдайтын пошта бөлімшесін ашуды жоспарлап отырмыз. Естіген болсаңыздар, бізде 4 үлкен сауда орындарында франчайзинг жобасының аясында бөлімше ашылған. Қала тұрғындары осы бөлімшелерге барып, пошта қызметін пайдалана алады. Хат-хабарларды ашық түрде қабылдау пошта қызметін пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет. Сондай-ақ мұндай шаралар тыйым салынған заттардың тасымалына тосқауыл болады.